Қазір ол үлкен қателік жасауда. Өйткені бүкіл ақшасынан айырылады. Алдымен анкета толтырады. Содан соң оған өтірік трейдер хабарласады. Я сіздің өтініміңіз қабылданды. Енді сіздің негізгі міндетіңіз біз ұсынатын акцияларды сатып алу. Осы келісіммен түсетін табыс 500%-ға дейін артады. Я, дұрыс 500%. Мың десей, мың. Жоқ, тіпті 1000%-ға дейін артады. Мысалы қараңыз, сіз акцияны 1000 теңгеге сатып аласыз. Егер оның бағасы қымбаттаса, онда сіздің табысыңыз 1 миллионға дейін көбейеді. Я. Ол үшін не істеуім керек? Ол үшін қазір шотыңызды 10.000 теңгеге толтыру керек, сонда жеке кабинетіңізге кіре аласыз. Сізге төлем жасау үшін реквизиттерді хабарламамен жіберді. Шотты толтырған соң сізге жеке кабинетіңіздің логин, паролін жіберем. Я көрдім, қазір төлеймін. Міне тағы да бір құрбан пайда болды. Ол төлемнің жеке бір тұлғаның картасына түскенін байқамайды. Ештеңе түсінбейді. Оған бастысы өзін 1000% алса болған. Болды, қарындас, төледім. Ол ақшаны жіберген бойда, біз оның жеке кабинетіне кіруге рұқсат береміз. Ол жалған тізімдерді басқа адамдарға түскен пайданы көріп, өзінің алғашқы келісімін жасайды. Мысалы, 20.000 теңгедей табыс табады. Құрбан өзінің табысын көріп, бұл жұмыс істейтін тәсіл екенін түсінеді. Әрі қарай сол әсермен бүкіл ақшасын бізге жібереді. Бұл оның соңғы төлемі болады. Түсінбедім. Ақшам қайда кетті? Бұл қалай сонда? Солай, сені лақтырып кетті. Жеңіл ақша болмайды, есінде болсын. Білмейтін біреудің шотына ақша жіберуші болма. Ақшамды қалай қайтарам? Қайтара алмайсың. Өйткені біз жоқ болып кетеміз.